Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді медовик, яғни балды торттың оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі қант, бал, ас содасы және сары май. Осы төртеуін арнайы темір ыдысқа салып, қайнап тұрған судың буына әбден ерітеміз. Дәл видеодағыдай консистенция болғанға дейін ерітуіміз қажет. Келесі кезекте 2 жұмыртқаны бөлек-бөлек салып, әр қайсысын жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды аз-аздан сетадан өткізе отырып, жақсылап араластырамыз. Соңында ол қамыр болып шығуы тиіс. Жақсылап иінін қандырып, осындай өте жұмсақ болғанға дейін илейміз. Одан кейін арнайы пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағат немесе жарты сағат көлемінде қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз тұрды. Енді осыны жақсылап илеп, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Негізінде 7-8 бөлікке бөлуге болады. Тортыңыздың диаметріне қарай бөлесіз. Әрбір қамырды осындай пергамент қағазына ұн себе отырып, оқтаумен жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін оны өзіңіздің өлшеміңізге қарай, диаметріне қарай домалақ етіп кесіп аламыз. Міне видеодағыдай. Одан кейін шанышқымен тесіп шығамыз. Барлық қамырымызды осылай жасаймыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 150-160 градустағы пеште 3-5 минут аралығында қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Сосын осылай ыстық күйінде сыртындағы пергамент қағазын шешеміз. Міне осындай болып пісуі қажет, қызарып. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Енді біз крем дайындауға көшеміз. Ең алдымен бөлме температурасына еріп тұрған сары майдың үстіне сгущенканы 2-3 бөлікке бөліп құя отыра миксерлейміз. Міне дәл осындай консистенцияға жеткенге дейін миксерлеу қажет. Коржымыздан қалған бөліктерді осылай оқтаумен жақсылап еземіз. Міне осындай үгітілген күйінде болуы қажет. Ендігі кезекте тортымызды жинақтаймыз. Әрбір коржға 2-2,5 ас қасықтан крем құямыз және осылай бір тегіс түрінде жайып шығамыз. Жан-жағына да жағамыз міндетті түрде. Жақсылап тегістеп алғаннан кейін осылай үгітілген корждарымызды себеміз қолмен, одан кейін арнайы насадкамен тегістейміз. Дәл видеодағыдай тегістейміз, артығын осылай шығарып тастаймыз. Одан кейін арнайы өзіңіздің ыдысыңызға осы тортты орналастырсаңыздар болады. Осымен біздің балды тортымыз дайын, дәмі сөз жоқ, өте керемет. Дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, міндетті түрде дәмді шығатынына мен сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.